агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті елге қызмет ақпараттық жобасының кезекті шығарылымын бастайды. Жоба мақсаты мемлекеттік қызметтің жай-күйі, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер және олардың алудың тәртібі, мемлекеттік қызмет туралы заңнама талаптарын, мемлекеттік қызметшілердің әдеп нормаларын сақтау мәселелері бойынша халықты ақпараттандырып, қызмет барысымен таныстыру. Бүгінгі эфир қонағы Астана қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары Агзамов Азамат Казизович. Хош келдіңіз. Сұрақтарға келетін болсақ, алғашқы сұрақ: басқарма қандай бағыттарда мемлекеттік қызметтер көрсетеді? Басқарма Астана қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы 5 мемлекеттік қызмет көрсетеді. Олар жергілікті спорт федерацияларын аккредиттеу, спорттық разрядтардың біліктілік санаттарын беру, спорт мектептері мен бөлімшелеріне мамандырылған деген мәртебе беру, олимпиада, паралимпиада, сурдоолимпиада ойындарының жүлдегерлеріне тұрғын үй беру, және 5-ші балалар мен жасөспірімдер спорт мектебіне қабылдау. Бұл мемлекеттік қызметті тікелей мемлекеттік спорт мектептері жүзеге асырады. Келесі сұрақ: спорт федерациясын аккредиттеу қалай жүзеге асырылады? Спорт федерациясын аккредиттеу ол басқармаға қарасты мемлекеттік қызмет түрі. Бұл қызмет онлайн форматта ұсынылады және ашық, қолжетімді әрі тиімді рәсіммен жүзеге асырады. Ережеге сәйкес спорт федерациялық қызмет жарғыға және заңнамаға сәйкес болуы тиіс. Белгілі бір спорт түрі бойынша материалдық техникалық базасы болуы тиіс және аймақтық немесе ұлттық спортты дамытуға белсенді үлес қосуы тиіс. Аталған қызмет аккредиттеу 4 жыл мерзімге беріледі. 25-ші жылдың бірінші жарты жылдығында 4 өңірлік федерацияға аккредитация берілді. Келесі сұрақ: спорттық разрядтар мен біліктілік санаттарын беру қалай жүзеге асырылады? Спорттық разрядтар мен біліктілік санаттарды беру ол спортшыларға біз бірінші разрядпен спорт шеберлігіне кандидат разряды және біліктілік санаттарын төрешілер, жаттықтырушылар және әдіскерлерге берілетін қызмет түрі. Бұл қызмет келесі нормативтік актілерге сәйкес жүргізіледі. Ол Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істер комитетінің 2014 жылғы 29 шілдегі 300-ші бұйрық және 2014 жылғы 28 қазандағы 56-ші бұйрықпен бекітілген. Алғашқы жарты жылдықта Қазақстан Республикасының спорт шеберлігіне кандидат 556 қызмет түрі көрсетілді. Бірінші спорттық разрядтағы спортшы 470, жоғарғы деңгейдегі біліктілігі бар бірінші санат жаттықтырушы 14, жоғары деңгейдегі біліктілігі бар жаттықтырушы оқытушы 1 қызмет көрсетілді және әдіскерлерге 7 қызмет және бірінші санатты төрешілерге 16 қызмет түрі көрсетілді. Жақсы. Спорт мектептерінде мамандырылған мәртебе беру қалай жүргізіледі? Спорт мектептеріне мамандырылған мәртебе беру ол тек қана бірінші бөлімшелерге беріледі мамандырылған, содан кейін спорт мектептеріне береді. Ережеге сәйкес мамандырылған деген мәртебе спорт мектебінің материалдық техникалық базасы болу керек, білікті жаттықтырушылар құрамы болу керек, спорттық нәтижелер мен оқыту сапасы негіздері беріледі. Соңғы жылы 2025 жылы 10-ші балалар мен жасөспірімдер спорт мектебіне қайтадан мамандырылған деген мәртебе берілді. Жақсы. Азамат Казизович, мазмұнды сұхбатыңыз үшін рахмет. Елге қызмет ету жолындағы жауапты қызметтеріңізге абырой тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Егер сұхбатқа қатысты сауалдарыңыз болса, пікірге қалдыруларыңызды немесе мемлекеттік қызмет көрсету байланысты ұсыныстарыңыз болған жағдайда департаменттің ресми парақшалары арқылы жазсаңыздар болады. Департамент кері байланыс үшін әрдайым ашық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.